Nein. Ne хочешь? Nein. Nein, payını çayını kımcı vereyim be. Öt doğan Сколько ты это партизан пух-пух, а? Nein. Nein. Что nein? Nein. Немене nein дей бередейм мынау, а? Nein, пайн. Хочешь вот сейчас пух, а? Nein. Вот сейчас хочешь? Nein. 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 Хочешь, а? Nein. Ауыздап жіберейін деген не дейді, а? Почему это? Ты это, земля, а? Вот. А? Здесь. Сидеть. А? Сидеть. Почему ты вот моя земля? А? Мынау дым түсінбейді ғой мынау, а? Не істесем екен? Да, снимай, что? Не видели? Біреу көріп қоймасын дегенім ғой. Еще. Снимай, не? Сломай дверь. Дерево. Шыбықты сындыр деген не деуші де. Дерево, да. Я тоже вот дерево. Русский знаешь? Nein. Дым білмеймін, но. Какой советский язык знаешь? Nein. Гитлер капут, пух. Знаю, Гитлер, я, пух. Понял? Не понял? Узбекский не знаешь? Кыргыз, украин не знаешь? Nein. Гитлер капут, пух. Вот, қайталай берме. Вот это русский не знаешь, как ты вот это все знаешь, а? Оңбаған. Ең болмаса қазақшада түсінбейді мынау, а? Дым білмейтін болып тұр ғой. Қазақша білем? Кто там? Тихо. Кім ол? Мен ғой. Тихо. Бұл не болды? Бұл құлағыма елестеді ме? Біреу қазақша аға деп сыбырлады ма, мен деп сыбырлады ма? Мен ғой аға деп. Кто там, Бауырым. О. Ты что? Кто? Казахский, здесь? Ой, мен ғой қазақша Не сөйлеймін. дейді мынау? Сен қазақша сөйлеп тұрсың ба? Иә. Ой, тауба. Сен қазақша сөйлеп тұрсың ба? Иә. Бәсе құлағыма бір қазақша сөз естіледі. Сатқын. Сен қазақтың сатқын екенсің ба? Жоқ, мен сатқын емеспін. Сатқын емессің ба? Жоқ. Ондай болса, қазақ қай жүзсің сен? Ұл жүз, орта жүз, кіші жүз? Жоқ, мен жүзге жатпаймын. Не дейді мынау, жүзге жатпаймын дейді ғой. Мынау Ақсүйектің баласы болды, ұят болды ғой мынау да не? Қожаның баласысың ба не? Жоқ. Төренің баласысың ба? Жоқ. Неме, сен мен өтірік алып тұрсың, жүзге бөлінбейтін қазақ жоқ бізде. Жоқ, мен неміспін. Неміс? Не дейді мынау? Енді кім? Шешен қазақ па? Жоқ, шешем де неміс. Әкенші? Әкем де неміс. Сен қазақша сөйлеп тұрсың ғой. Ой, жоқ, менің әке шешем зерттеуші. Немене зерттеуші? Кезінде қазақ тілін зерттеген ғой. Не дейді мынау, а? Мынадан ұят болды ғой. Содан кейін маған үйретті. Саған үйретті ма? Иә. Ой, мынау өзім соғысқа келгеніме қанша болды? Орысша сөйлеп, орысша грамотный болып, қазақшаны ұмытып қала жасап едім. Мынау сен қазақ тілін есіме сал. Бір, сен сонда әке-шешең зерттеуші ма? Иә, зерттеуші. Сенің атың кім сонда? Атым Браун. Браун? Иә. Браун. Неміс сонда? Менің атым ғой Советбек енді. Сен сонда Браунды қалай түсінеміз? Браунды ма? Енді менің әке шешем мені қазақша Бердібек дейтін. Не дейді? Мынау не дейді? Бердібек? Иә. Әке шешеңнен айналайын Бердібек. Әке шешеңнен айналайын. Сен осың бәрін шын айтып тұрсың ба? Иә. Маған өтірік айтып тұрған жоқсың ба? Жоқ. Мынау сенен ұят болды ғой абдан.
Ой, шаршадың ба сен? Шаршадым. Мен де шаршадым, қарным ашты. Сен ше? Менің де қарным ашты. Отыршы, отыр. Ай, Бердібек. Мынау отыра бер өзің ыңғайлан. Мынау сенің әкесің не деген алтын адам? Бұлай отырмайсыз ба малдасыңызды құрып қазақ? Не дейді ай мынау? Ай, малдасты қайда білесіз? Әке шешем үйретті. Әке шешеңнен айналайын. Әке шешеңнен. Бердібек. Сашыңнан. Көке, Не? мынаны пақ деп атып қашып кетсем қайтесіз? Кән? Мен? Ал ат. Ат ал, атамайсың. Жоқ. Ат. Жоқ, атпаймын. Жоқ, атшы. Жоқ, ат. Бердібек, ат. Атшы Бердібек. Атшы. Жоқ, ата алмаймын, сіз қазақсыз ғой. Не дейді? Ай, Бердібек. Әке шешеңнен айналайын. Бердібек. Бұл атқанмен де атылмайды ғой. Атылмайды мынау. Сен осыдан қорқып анау қанша шақырым жүрдік, әлі қолын көтеріп келжасың. Содан мынау атылмай ма? Ой, атылмайды. Бір жыл болды ұстап жүргеніме. Мені мына пистолетім де атылмайды. Неге? Сен сонда ешкімді өлтірмедің ба не? Жоқ, ешкімді өлтірген жоқпын. Сен фашист емессің ба? Жоқ, фашистпін ғой. Фашистпін ба, неміссің? Жоқ, неміспін. Бірақ конторда жұмыс істедім. Конторда? Иә, мынаның оғын алып лақтырып тастадым. Кезінде мен кішкентай кезімде бір көгершінді рогаткамен атып, әке шешем мені қамшымен келіп тілген ғой. Қамшымен? Әке шешеңде қамшы бар ма? Иә. Әкеңнен айналайын, қамшы ұстаған. Бердібек. Қамшымен ұрды ма? Иә. Осы жіберген екен ба? Иә. Сонда тек ешкімді өлтірмедің ба? Жоқ, ешкімді өлтірген жоқ. Мен де шынымды айтсам бірде-бір фашист өлтірмедім. Оған оң үстіне бір адамға жамандық жасауға біздің ниетіміз оған апармайды. Мынау қарның ашты ма Бердібек? Қарным ашты. Мен әлі күні осы 10 шақты күн болды ауылдан посылка келген. Содан енді бәрін жесем болмайды, сағынам. Ауылды сағынған кезде, ауылды сағынған кезде демекші ауыл не болып жатыр бұл, а? Бала шаға не, мал не болып жатыр. Содан посылкаға мынау қалай түсіндірсем екен. Ауылды сағынғанда мынадан бір тал тіліп қойып, тіліп қойған. Бір талын ғана жейін, сағынышым басылады. Жердің астында жатқан жерге, анау салқын жерге сақтап қалтамды салып жүрмін. Бұны енді саған қалай түсіндірсем екен. Бұл енді сендердің тілмен айтқанда, енді біз, бұл енді сендердің тілмен айтқанда қалбаса ғой. Осыны сен, кәл, мынадан жеш. Бердібегім менің. Мұныңыз қазы ғой. Не дейді? Қазыны қайдан білесің? Бізде енді әкешім достары Қазақстаннан салып тұратын посылка. Ой, әкем-ай, әкешім. Бауырсақ. Бауырсақ? Иә, құрт. Айнал, же ғой, же айналайын деді. Мұна Бердібек. Көрдің ба қандай? Табан шыққан ғой билығы соғым. Қабығымен же. Қабығымен жейді. Қабығымен жейдейм, қабығымен. Бұл деген бар ғой. Мен саған айтып түсіндірейін. Саған қалай түсіндірсем екен. Енді сен қазыны біліп отырсың. Әкеңнен айналайын Бердібек. Сосын мынау құртты, бауырсақты біліп отырсың. Бірақ та бәрі сен білмейтін бір нәрсең бар. Шіркін-ай, осындай ауыл сағынғанда мынау жылқының етінен жасалады. Қазышы. Иә, білем. Бірақ енді сендерде қалай дейді екен? Осы жылқының сүті бар ғой. Сол болса жаңағы енді осы... Қымызды айтасыз ба? Өй, мынау берді. Қымызды қайдан білесің сен? Қымызды да іштім. Бірінші ішкен кезінде ішімді айдаған қатты. Дұрыс айтасың. Бірінші ішкенде солай болады. Иә. Ал енді ішті айдамау үшін түйенің сүтін ішу керек, шұбатты. Өй, кейдірді ғой мен. Сен қазақтың бүкіл дәстүрін жаттап алыпсың ғой Бердібек. Кім үйретті осының бәрін? Әке шешем. Әке шешеңнен айналайын. Сенен әбден ұят болды ау,
Ой, ол қымызды бар ғой. Қымыз деген енді мықты оны. Кезінде сіздерді мына батырларыңыз жауға шапқан кезде сол қымызды ішеді екен ғой. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Денсаулыққа мықты дейді ғой. Ой, айналайын Бердібек. Мықты болғанда сонымен 100 жасаған ғой аталарымыз. Шұбат қымызың мына құрт бауырсақпен бар ғой. Ой, айтып кеткізе алмайсың. Иә. Ал енді шыны керек. Бірақ енді бұрынғыдай қымыз жоқ бізде. Қазір кішкене енді өзімізсің ғой, саған айта берейін. Ақаңнан кішкене бас береміз қымыздың орнына. Ақаң деген не? Арақтан айтам да енді. Орыстар да енді сіздерге көп нәрсені үйретеді. Айтпай. Сендер ол енді бірақ енді бар ғой, мал бар. Мына көрдің ба? Сіз егер ішем десеңіз, менде бренди бар. Немене ол? Бұл енді қалай айтсам екен сізге? Бұл енді сол сіз айтқандай ақаң бар ғой? Иә. Соның градусы? Иә. Бірақ қызыл бұл. Қызыл? 40 градус ба? Иә, 40 градус. Біз бұны енді тамақтың алдында бір 25 грамм жаймен аппетит үшін ішіп қоямыз. 25 грамм? Иә. Ой, сенің 25 граммыңды. Түйемен қасық су қарғандай ғой. Біз аппетитті ашу үшін тамақтың алдында мынамен 3-4 ұрамыз. Тамақ біткеннен кейін 3-4 ұрамыз. Содан кейін барып маңдайдан тер шығады. Әкеңіз қи жіберейін. Жоқ, болмайды. Жұмыстамын ғой мен қазір. Болмайды. Жақсы сонда. Андағы сонда арақ сияқты деші. Қызыл ма светі? Қызыл. Коньяк қой, бұл айтқан. Бұлай, коньяк па сонда? Иә. Тоқташы Бердібек. Мына жұмыста жүрмін деп қоям, бірақ мына тоғайдың ішіне мен аузымды кім иіскейді дейсің, Нетсе, әкіш көрек кішкене, Иә. Шәрсақ кетті ме, шынымды айтсам. Қаздан алсам. Мына аузын аша алмай тұрмын. Ой, бұндайдың ауыз тұрмақ мойнын жұлып аламыз біз. Мен құяйын. Ай, мен құяйын дейді, сөзін қарасы. Ой, енді андағын кішкене Бердібек құян. Ақыры енді. Мынау. Андағын не? Андағын не? Біз мынаумен ішеміз. Ой, күлкімді келтірме. Сәбетбек ағаң ашуланып қалады, ұстама мынаны. Құй андағын ішіне. Не болады андағы түйенің аузына қасықпен су тамызғандай? Қане алып жер. Тоқта алғаннан бұрын енді. Мына қазыдан алсаңшы. Алам. Ал енді мен бір тілек айтып жіберейін Бердібек. Не деймін мен, сөз бергеніңе рахмет. Иә. Мынау енді Сталин үшін. Жоқ, Сталин десем, сенің көңіліңе қақ қалады, иә? Мына Гитлер дейін десем енді. Гитлерді айтпай ақ қойыңыз. Ол енді ондай адамның керегі не? Дұрыс па? Иә, жаман адам. Міне, дұрыс айтасың. Мынау сенен ұят болды. Бүкіл анау 7-8-ін жүретіндер ішіне тура сен алып алғаны ма, иә? Олар қашып кетті ғой. Сіз келген кезде. Сұмырай келсе су құрайды деген бар. Не дейді, мынау мақалдан кіреді. Сонда кім сұмырай? Жоқ, мен дегенім ғой. Бердібек. Ал енді сөз бергенге рахмет, не дейміз енді. Ал енді Бердібек, әке шешеңнен айналайын, әке шешең аман болсын. Қазақ тілін зерттеушілер ма? Иә. Біздің өзімізде әлі зерттеп толық болып жатқан жоқ енді. Бірақ ол емес қой, денсаулық болсын енді. Не дейміз? Мынау енді айтқан тілеміз періштенің құлағына шалынып, иә, бала шағаның қамы ғой былай айтқандашы. Аман болайық енді, кәл. Өзіңді бірдеме деп жүрсеңші. Мен қосыламын. Айтсаңшы. Аман болайық. Айналайын. Қане, мынау не? Иә. Мынау жұмсақ кетеді екен, иә? Жұмсақ кетеді екен, мынау жұмсақ. Бердібекші. Ішсін жаңа, ішіп. Сенен әбден ұят болды. Мынау бар ғой, Бердібек. Ой, тартып жар. Мынау, сен енді ренжіме. Айналайын Бердібек, бауырым екенсің.
Енді бір жылқы атадым саған. Атадым деген не ол? Атадым дегенде енді менің жайлауым бар ғой. Ой, бұл жайлау демекші биыл қыстан қалай шықты екен я олар, а? Жем шөбіне болды, қой қоздап, түйе боздап жатқан кез енді. Мынау бар ғой, атадым деген енді менің малым ішінде сенің бір жылқың бар деп есепте. Ен салдым мен бір жылқы. Сыйладыңыз ғой. Ой, айналайын, сыйладым міне. Сыйладым. Бір жылқыңды енді біз қазақпыз ғой. Айпым, сен жайлауға кел, мен саған жайлауды көрсеттім. Ұқтың ба? Жайлау деген не? Жайлау деген о жаздың күні жайлауға шығамыз. Мал, саморын, қазақи, ой боны айтып. Сен өзің кеш. Бала шағаны ертіп, бала шаға бар ма өзі? Бар. 3 ұлым бар. Ой, айналайын, 3 ұлың бар ма? Үлкен нешеге келді? 12-де. 12-де? Үлкеніңе бір тай атадым. Ана тай. Жылқының кішкентайы. Дұрыс айтасың. Кішкентайыңа 2 тайынша. Тайынша ол. Тайдан кішкентайы ма? Тайынша дегенің бар ғой. Сиырдың бұзауы қанды 1 жасар. Міне. Сондықтан міне. Менде бар ғой, мынау Советбек бауырым деп жүр. Сен ұмытып кетпе. Ұмытпай, сізде бізге келіңіз. Сіз келсеңіз, енді сол жақсылап бір әдемі қылып бутерброд дайындап қоямын. Дұрыс. Ол бутердің, ол не? Бak шыны керек, сендер өздерің келсеңдерші. Бала шағаны алып, келінді алып кел, жат бұрай. Ана малыңды көресің. Анау дәрін көшеден содан кейін бар ғой, енді жаңағы 5 бармақ жетеді. Қозыны сойып жібереміз де 7-8 айлық қозыны бар ғой. Сірне жасаймыз, өз майын өзің қол. Ой, оны жеп көрсең енді айтып жеткізе алмайсың. Бердібек бауырым, бар ғой енді мен саған не айтайын. Мынау енді қазына сен орап ал. Мен сені қайтарайын бауырым. Мынау ұят болды. Сіз мені жібердіңіз бе? Жібермегенде сен апарып ұят емес пе? Мынау пышақ жолда керек болады. Мына қазыны жейсің. Мынауың енді оны мен сізге атадым. Мен мынау шөлдеп қойсам не жүреміз. Сізге атадым. Мынаны ал. Мынаны. Сосын бар ғой. Біздің ерге келсең, шіркін-ай, мынау сен қазақтың дәстүрін бәрін білем деп отырсың ғой. Бар ғой Бердібек. Бізде нағыз қазақ былай дейді. Нағыз қазақ домбыра дейді. Екі шектің бірін сәл-пәл кем бұра. Қазақ деген қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Үйде домбыра тұр. Мен әкеңе ойып тұрып бір домбыра жасатып қоям. Ұқтың ба? Әйтпесе, шешең әдем бір домбыра, әкеңе ер тұрмар. Ер тоқ. Мынау домбыра десен, мысалы бізде екі шек домбыра болады. Мына мысалға домбыра дейік. Соның астын қаттырақ тің-тің-тің-тің, үсті тің-тің-тің-тің-тің-тің-тің. Мынау. Ауылды сағынғанда өстімен айта берем. Мен қазақтың баласы, тауда өскен. Кішкентайдан жайлауда мал бағып өсуем. Қайлайлым, ай. Алтын күміс мыс мұнай, бәрі де бар. Ата бабам қалқыма, мына ұрпаққа дәстүр еткен қайлайлым, ай. Ал Бердібек бауырым, Берлиндегі Германияда қазақ елі көп пе еді қайлайлым, ай. Жылан шақпай тұрғанда, қасқыр шаппай, күзге дейін келіп, малыңды ал енді, қайлайлым, ай. Сағындық қой ауылды, туысқан мен бауырды, еске түссе ауылды, мауырады бауырым, қайлайлым, айна ауылды сағын күт. Мен Берлинде жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Қай немістен кем едім, мың неміске тең едім. Советбек ағамды кездестіріп, басымды саған иемін. Советбек ағам азамат, қай қазақтан кем еді, мың қазаққа тең еді.
Eşekten aynalayın Berdimek. Sen kelim деп тұрды. Mına домбыраны сыйладым саған. Жоқ, мына ұят болады өзіңіз. Жоқ, ренжимін болса. Сыйладым саған. Олай болса мен сізге мына сыйлаймын. Қой, ұят болады. Қой. Мен де ренжимін. Жоқ, ренжимін. Ренжимін. Ha? Ренжимін. Bunu men бар ғой. Қазақ үйге төр келіп қоямын. Германиядағы Бердібек бауырымдікі деймін ғой. Ал Бердібек. Мен мынаны есіктің аузына қойып қоямын. Ал енді Бердібек. Жарайды, сен де еліңе бар. Мен де қайтайын, бір бата беріп жіберейін. Бата, сіз ішіп алдыңыз ғой, бата беріп. Ой, бір не дейді? Ой, шәңке қылмайды, ниет түзу болса болды. Ниет түзу болса. Ал енді. Бәріміз бала шағаман боп, ел тыныш боп, жер тыныш боп, Бердібек аман есен Берлинде жатсын. Амин. Ай, Бердібек, ана чывақтар. Әкеңе менен дұғай сәлем айт. Бар ғой, Бердібек. Мына өзі соғыс бітті дейді, бітті ме өзі, не болды? Мен де білмеймін. Сізде біткен шығар. Өз Берлинге келді, ана мынау деп бір естігем, содан кейін тарап адасып кеттік пе бірдеме болды айтты. Енді сен үйіңе жет, аман есен. Менде мынау Қазақстан алыс емес. Менде енді елге баруым керек қой. Бұл қазір қай жақта жүрміз өзі? Қазақстан қай жақта енді өзі? Мен қалай қарай жүрмін өзі? Былай қарай жүресіз, Қазақстан мына жақта. Былай қарай жүрмін? Иә. Қазақстан осы жақта ма? Осы жақта. Жарайды онда. Ал Бердібек, аман есен жет. Сәметбек аға. Аман болыңыз. Ай, сіздің еліңізде соғыс болмасын. Аман есен, жеңеше беке. Жеңеше дейді ғой, айналай. Ал бараң. Кетті. Бердібек. Бір алтын жігіт екен мынау, алтын жігіт екен. Ой, бұл ел не болып жатыр, жер не болып жатыр. Қазақстан мына жақта дегенде айтты енді осылай. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Тарт Сәметбек. Айда.